видеоны әдейі салдым. То, что оны бәрі көрді ғой, неғып айта бересіздер комментарийға. Сен жылап тастап кет, бүгін эфирде айтып отыр да, сол кезде не үшін жыладыңыз деп. Как будто мені сол нәрсе задевать еткендей, не үшін сол кезде жыладыңыз деп. Просто жас өзімен 9 жас кішкентай жігітті 2 апта танысық кезде жас қыздар сияқты ғашық болып қалдым, сол үшін жыладым халқым, сол үшін жыладым. Очевидно, жігіттің аты қалдым. Шынайы сезім болды жігітке деген, махаббат алаңы, таныстық алаңы. Өмірімде олай ешкімге ғашық көрмегендей бірінші рет ғашық болдым. Сол үшін жыладым. Сол үшін мені кінәласаңыздар енді. Sorry. Если сол ситуация артқа айналып кетсе, мен тура тағы да солай жылап беретін едім. Одан қатты жылайтын едім. Мен ғана жерде онша жыламай қалғам. Прям қатты былай жылап, тушым ағып, Дәуіржан кетпеші мен тастап деп сөйтіп жылайтын едім. Сол үшін сондай. Маған өйтіп комментарий жаза берудің қажеті no. Мен негізі бұның бәрін не үшін айтып отырмын. Мен қазір көзім жеткені, былтыр мен сезонда жақсы болуға тырысатын едім. Өзімді идеальный көрсетуге. Қазір мен қалай бармын, кімге қалай нәрсе айтқым келеді, өзімді солай көрсетемін, солай ұстаймын. Былтырғы сезонда мен екі үміткерім келіп, маған екеуі де абырой сыйламаған. Біреуі келіп уәдесінде тұрмады, екіншісі келіп мені жұрттың көзінше ақша құмар деп шықты. Сол бұл жайды қатты мен қарғап жүргенім бар еді. Мен негізі өмірімде еркек қарғамаған, бірақ бұл жайды қарғағам. Сол үшін де осындай бір еркектер өте азайып кеткен заманда біз сияқты еркек мінезді тік айтатын қыздар көбейе берсін, абыройымыз асқақтай берсін. Қазақта еркекке сенбе, екі қабырғаңа сен деген бар. Негізі осы нәрсеге айтылған ғой, поэзияшы. Сол үшін еркекті құдай көрудің қажет жоқ. Еркекті ешкім деп көрмей-ақ қойыңдар болды. Еркек никто деп. Мен қазір сондай ұстанымда жүрмін. Не үшін алдындағы сторис видеоларды қойып жатырмын? Ол сендердің маған күнделікті жазып жүрген нәрселерің, жаңағыдай сен жылап тастап кетті, сен кемпірсің, сен жайдың сыйлықтарын алғансың деген әңгімелердің бәрі күнделікті жазылып жүрген нәрсе. Мен оны өзімде айта аламын, өзімде сториске сала аламын. Көріп алыңыздар қалай жылағанымды. Сосын жайдың сыйлықтарын қайтармаймын, сендер өліп кетіңдер. Ол өзі маған от души сыйлаған. Мен де оны біреулерге от души сыйлап жүрдім. Оны мен қайтармаймын. Ол мен үміткерім, айтылады үміткерім болған. Сол үшін мен негізінде бүгін мама звондағанда сестренкам екеуі, солардың сәл көңілсіз комментарийға, олар кәдімгідей мен қатты жақсы көреді ғой. Сол үшін жүректен алып қалғаннан кейін мен осы сторис түсіріп бастадым да. Адекватный пікір айтыңдар. Болмайтын баяғыда өтіп кеткен нәрсені айта бермеңдер. Баршаларыңызға бүгін күндеріңізде сәттілік. Ал біз ерте тұрып эфирге бара жатырмыз. Жанна ханым, саламатсыз ба? Жасы 50-ге толады, скоро 1-2 жылдардан кейін. Но өзінің адамын әлі күтіп жүр. Ризамын міне. Өмірге, махаббатқа сенетін адам. Көңіл жас қой, көңіл жас. Көңіл жүректе всегда 18 ғой. Фигура позволяет, бой, тұр, бәрі позволяет. Мен ойлаймын, бізде Жанна ханым екеумізде барлық нәрсе бар. Түрде, фигурада, өнерде, білімділікте, сосын жағдайымыз да шүкір жақсы. Бізге тек қана жігіт жетіспейді, күйеу жетіспейді. Сол үшін біз жобаға келдік. Мен шын ниетіммен осы жобада ұзатылып кеткім келеді. Мен оны визуализацияда істегем. Примерно ұзатылып бара жатқан и тойымды да. Сол үшін Жанна ханымға үміткерлер келіңіздер. Күтеміз. Асыға күтеді. Өте күшті әйел. Жасынан шошымаңыздар, мүлдем жас көрінеді. Солай баршаларыңызға сәттілік енді тағы да.